Әңгіме басталмас бұрын каналға жазылыңыз, löпіл басып қолдау білдіре кетіңіз, және қай қаладан тыңдап отырғаныңызды, өз ойыңызды пікірге жаза кетіңіз. Мазам болмайды ма? Бозарып кетіпсің ғой. Білмедім. Оқудан біраз шаршаған сияқтымын. Қанекей, менің жұлдызым. Алдыма келші. Қыз әкесінің алдына жаймен келді. Бірден қыз есінен танып қалды. Қызым, саған не болды? Көзіңді аш, мені қорқытпа. Бар даусымен жұбайын шақырды. 20 минуттан соң тез жәрдем машинасы жетіп келді. Дәрігер қызды ауруханаға алып кету керектігін айтып, тексеріп емдеу керек деп айтты. Қызды ауруханаға алып кетті. Тексерді. Нәтижесі? Дәрігер, қызының жағдайы қалай? Жақсы ма? Нәтижесі шықты ма? Неге үндемейсіз? Сөйлесеңізші. Иә, шықты. Бірақ... Не бірақ? Сөйлесеңізші. Өкінішке орай, қызыңызда гангрен ауруы екен. Не? Не дейсіз? Болуы мүмкін емес. Қалайша? Жоқ, сіз адасып тұрсыз. Тексерулеріңіз қате. Қайта тексеріп көріңіз. Кешіріңіз, бірақ бұл шындық. Жарайды, бұл шындық болған жағдайда да, бұл ауруды емдеуге болады, солай ма? Емі бар ғой, я? Өкінішке орай, енді кеш. Қызыңызда 3 дәрежелі, қол және аяқтарын кесіп тастасақ та, оны сақтап қала алмаймыз. Тек қана өмірін 3-4 айға ұзартыруымыз мүмкін. Мұны естіген анасы жылап жіберді. Әкесі не істерін білмей қалды. Шет елде оқып жатқан ұлдарының ештеңеден хабары жоқ. Әке шешесін бір ғана сұрақ қинайды. Бұл жағдайды қызына және оның жалғыз ағасына қалай айту? Қыз әкесінен ағасына ауруханада жатқанын айтпауды өтінді. Қызым, бұл ағаң сені сұрап жатыр. Алло, қалайсыз ағатайым? Жақсы, томпағым, қалайсың? Мен семіз емеспін. Өзімнің періштем. Ағатай, қашан келесіз? Сізді сағындым. Алла бұйыртса 5-тен 6 айға дейін барамын. Мен де сені сағындым. Ағатай, маған жеңге тапқан шығасыз, я? Тойыңыз күні билеймін. Әрине, томпағым. Әкем мен анамызды қарап жүр. Ертең және не қоңырау шаламын. Сені жақсы көремін, періштем менің. Бұл әңгімені естіп тұрған әке көз жастанды. Әке, неге жылап жатырсыз? Қызым, ағаңмен бір-біріне деген мейірді көріп көзім жастанды. Ағатайым жақсы екен, тез арада келіп қалады. Осылай күндер өтті. Көз алдында қызы сөніп бара жатқанына анасы шыдай алмай, күндердің бірінде анасы есі ауысқандар ауруханасына жатқызылды. Енді барлығы әкесіне қалды. Әр күні қызы және әйеліне ас дайындап, оларға апаратын еді. Арадан 2 ай өтті. Қоңырау шалынды. Алло, не? Неге? Қазір барамын. Ауруханаға жетіп келді. Дәрігер, қызыма не болды? Қызым қане? Қызыңыз комада. Не? Не дейсіз? Яллам, неге менің күнәсіз періштемді қинайсың? Жан керек болса, міне, менің жаным дала ғой. Тек қызымды қинама. Әкесі ұлына қоңырау шалды. Алло, балам қалайсың? Оқуларың жақсы ма? Балам, қарындасын... Бұл қоңыраудан соң қыздың ағасы тезде өз еліне оралды. Аэропорттан ауруханаға жетіп келді. Әке, менің періштем қане? Не болды? Менің періштем не үшін комада? Әке, сөйлесеңізші, періштем қане? Әкесі. Барлық жағдайды айтып берді. Содан соң көзінде жаспен қарындасының қасына кірді. Ағасы. Қалайсың, томпағым? Неге жатырсың? Мен келдім. Сен ұнатқан қонжықты алып келдім. Неге үнсізсің? Көздеріңді аш, періштем менің. Менің тойымда билеуің керек. Періштем, көзіңді ашшы, өтініш. Өкінішті бірақ сөйлемейтін комада еді. 3-ші күннен соң қыз өзіне келді. Ағасы. Дәрігер менің періштем өзіне келді деп жүгіре кетті. Дәрігер келіп тексеріп, қыздың аяқтарын кесу керектігін. Ал бұл істі тек қыздың разылығымен істейтін айтты. Ағасы бұл сөзді қарындасына айту керектігін түсініп, қыздың қасына кірді. Ағасы. Қалайсың, томпағым? Қыз. Өзіңіз томпақсыз.
Ағасы: періштем менің. Сен қалайсың ба? Сенің аяқтарыңмен менің аяқтарым бір болады. Сенің орнына мен жүремін, жүгіремін. Қыз: неге бұл сөздерді сөйлеп тұрсыз? Ағасы: әңгіме. Қыз: жоқ, неге мен? Не үшін мен? Мен сіздің тойыңызда билемекші едім. Қыз жылай кетті. Ағасы: мен бармын ғой. Әкесі: қызым, жылама. Алтын қызым, жылама. Ағаң, анаң және мен бармыз. Біз сенің аяқтарын, қолдарын боламыз. Қыз жылай-жылай разы болды. Қыздың аяқтарын кесіп тастады. Қолдарында кесіп тастауына көзі жеткен еді. Әкесінен қағаз және ручка сұрады. Хат жазды да, бұл хатты ағасының тойы күні ағасына беруін өтінді. Арадан 4 ай өтті. Қыз ағасының қолында. Қыз: ағатай, қараш, анау құстарға өте әдемі екен, е? Құстарға ұқсап аспандарға ұшып кеткім келіп тұр деп. Жалғыз бауырының қолында мәңгілік ұйқыға кетті. Арадан жылдар өтті. Ағасы үйленді. Сол күні әке қызының хатын ұлына берді. Хатта мына сөздер бар еді. қалайсыз ағатайым? Міне бүгін тойыңыз. Мен күткен жеңгемді алып келдіңіз. Жеңгемді көру менің ең үлкен арманым болып қалды. Тойыңыз күні билеу маған нәсіп етпеді. Бірақ мен сеземін. Менің жеңгем өте әдемі. Аға, есіңізде ме? Мені томпағым деп айтатаңыз. Сол сөзіңіз өзіме ұнамай тұрғандай көрсетсем де, маған қатты ұнайтын. Ағатай, бақытты боламын деп уәде беріңізші. Әкешім, анашым, біліп тұрмын, қазір жылап тұрсыздар. Жыламаңыздар. Мен сіздерді жұлдыздар арасынан қарап тұрамын. Міне, бүгін Алла сіздерге келін емес қыз берді. Әңгіме ұнаса, каналға жазылып пікір қалдырыңыз.